Жолдастар, бүгін біздің әпкеміздің жеке мәселелер қарауға арналған үй жиналысын ашық деп жариялаймын. Түрлі себептермен екі адам қатыса алмай отыр. Тимур қызбен кездесуге кетті, ал Ермек түнгі сағат 11 болғандықтан ұйықтайтындығын айтып қатыса алмайтындығын мәлімдеді. Жиналыс ашық дегендеріміз қол көтереміз. Ойбай-ау, сендердің бұларың не? Мен сәл кешігіп қалғаным. Оспанова, отырыңыз. Сендерді жұмырған бей, Оспановасы несі? Мені әпке және емес әлгінде мамуля демеуші едіңдер. Сіз бұл жағдайда тек өзіңізге сөз берілгенде ғана сөйлейсіз. Отбасымыздың белді мүшесі әрі басшысы Қамажай Оспанованың бізге айтпай жұмысқа тұрғандығы біздің ызамызды келтіреді. Бұл жайлы кімнің не айтқысы келеді? Не Гауһар? Мен Қамажай апайдың ертеңгі жұмыс күніме құттықтаймын, бірақ бізге айтпағанына өкпелімін. Отырыңыз. Менің айтсам болады. Омар. Ғылыми тұрғыдан қарағанда, әрбір адам өз қоғамына пайдасын тигізуі керек. Мен Қамажай апайдың жұмысқа тұрғанымен келісемін. Себебі ой еңбегінің, қол еңбегінің арасында ешқандай айырмашылық жоқ секілді. Творчестволық тұрғыдан қарағанда, Конференцияда лекция оқып тұрған жоқсыз, сондықтан нақты айтасыз ба? ғылымға негізделмеген дәлел әлсіз болады демекші, соны сіздерге түсінірек болсын деп, сіз айтшы. Жарайды. Қамажай апайдың жұмысқа тұрғанымен келісемін. Себебі біздің отбасыда шығын көп те, кіріс аз. Бірақ та мен Қамажай апайдың сәлде болсын біздің отбасымен ақылдаспағанына наразымын. Болдың ба? Болдым. Отырыңыз. Міне гәп қайда. Сонда сендер менің жұмысқа тұрғанымды намыс көріп отыр екенсіңдер ғой. Бұларың дұрыс емес. Сонда мен үйде қол қусырып отыра беру керекпін бе? Жоқ әпкетай, сіздің жұмысқа тұрғандығыңыз емес. Біздің кондуктор боламын дегеніңіз ұнамады ғой? Иә. Бұларың дұрыс емес. Жұмыстың жаманы жоқ. Ермекжан есейді, үйде жалғыз қала тұрады. Бұл не деген жын ойнақтағы? Бұл жын ойнақ емес, день хорошего настроения. Жоқ жерден мереке шығара қоятын қандай данышпан едіңдер? Біле білген адамға деннің саулығымен өткен әрбір күн мереке болады. Дұрыс. Билеңіз. Сіз түннің бір уағында секеңдеп билейсіңдер. Жігітпен түнге дейін билейсіңдер. Арғаталарыңыз бен әкелеріңіз майданда қаза тапқан ғой. Дұрыс, билеңіз. Назила, қойсаңшы. Теміржанды тағы да ренжітіп аламыз ғой. Енді ол ренжітігіңді үйде беземіз бе? Теміржан, жетер енді. Ата сақалың аузыңа біткенше. Секеңдей бересің бе? Қашан есетін кезің болады сенің? Мамуля, мына қызды терезеден лақтырып жіберемін. Лақтырғаны несі? Кәдімгідей жолдастарым алдында абыройдан жұдайылып бітті. Теміржан, біраз шонды бе? Біз 5-ші қабатта тұрамыз ғой. Арыша түспеңіз әпке, лақтырсын. Лақтырсаңшы, қорқақ. Мен болсам ғой сен лақтырып жіберуші едім. Сонда біз өзімізде қонақ күтіп көңіл көтеруге де хақымыз жоқ па? Бар. Сендер бұл үйде жалғыз емессіңдер ғой. Басқалармен де ақылдасу керек шығар. Мана бөлмеде Ермек ұйықтап жатыр. Ал жақында оның диссертациясын құрды. Ал әпке болса жұмыстан шаршап келді. Басқалармен де санасу керек. Билегіш болсаңдар ресторанға барып неге билемейсіңдер? Ол жақта ревизия болып жатыр ғой, білмейсің бе? Онда тастаққа кетіңдер. Айдалаға барып беріңдер. Ол жақта не ревизия, не ремонт жоқ. Қызғаныштан ішің кеп бара тұр ғой. Одан да ертерек бір жігіттің етегінен ұста, бізбен шаруа болмасын. Байқауымша сендер жақсырақ ұстап алған сияқтысыңдар ғой. Онда шаруаң болмасын. Ол біздің шаруамыз. Айтшы, сен неге далаға шықпайсың? Әлде әпкең секілді үй бақтың келе ме? Тым болмаса шолақ ақылың бар шығар десем, тіпті ол да жоқ екен ғой. Саған сөзімді өре қылмаймын. Шығыңдар үйден. Сен тағы бізді қумақшысың ба? Жүрші, Лида. Лида, Светлана. Қайсы біріңді жақтасарымды білмей басым қатты ғой. Басыңызды қатырмаңыздар. Одан да Ермекжанның қасына барсаңызшы. Иә, саған жол болсын.
Немене, қонақтарыңның барлығы кетіп қалған ба? Біз сені жұмыс жасап отырған шығар десек, ұйықтап тұрғаннан соң өзі? Камила неге жылап отыр? Адам тек қайғыдан ғана жыламайды, қуаныштан да жылайды емес пе? Я, ол қандай қуаныш? День хорошего настроения. Сенің сөзің мен шындығың жанаспайтын секілді. Жарайды, мен кеттім. Маған берілген мақаламды аяқтауым қажет. Оған қарсылығым жоқ. Айтпақшы, Гаухар, сен үйіңе қайт. Бүгін сабағуға түк зауқым жоқ. Әттеген-ай, құтты қонақ бола бермедім ау. Сен Гаухарды үйіне дейін шығарып салсаңшы. Ғылыми тұрғыдан қарағанда сол дұрыс секілді. Алло, бұл жатақхана ма? Маған Оспанов керек еді. Тимуржан, Тимур Оспанов. Алло, бұл Тимур ме? Тимуржан, ой айналайын алтыным сол. Қалдерің қалай? Камила аман ба? Я, бізде бәрі жақсы. Назила ағылшын тілінен сабақ беріп жүр. Ермек жаңа хатын алдың ба? Я, жақсы оқып келе жатыр. Не дейсің? Бригадир ұрысты? Қалай? Бригадир етіп сайлады дейсің бе? Ой ақылдың менің. Әйтеуір ауыр емес пе? Құтты болсын жарығым. Сенің салған ақшаңды алдық. Енді жібермей-ақ қой. Өздеріңе жарата беріңдер. Бізге бәрі жетеді. Омар айына $600 алады. Я, керек жоқ. Сосын әпкелеріңе хабарласып тұрсаңдаршы. Әпкелерің сағынады, я уайымдайды деп ойламайсыңдар ау деймсірә. Жақсы сау бол. Камиляға сәлем айт. Соңында есіме кеткені. Бригадир бопты, бригадир. Жарығым сол. Осында жүргенде тентектеуші едік. Көз алдыңда жүргенде қадірі болмайды екен. Әпке. Сенші, күйеуіңді берсім құланым. Бұл не қуаныш? Біздің Омар. Сіздің Омарыңыз Астанада жаңадан ашылған университет бар емес пе? Соның кафедра меңгерушісі болатын болыпты. Кафедра меңгерушісі? Ойбай, ол әлі жас емес пе? Зато оның басы бар. Ой ақылдыларым менің. Тимуржанды бригадир бопты. Тим бригадир? Вот. Тим бригадир болған кезде Омар неге кафедра меңгерушісі бола алмайды? Ал неге оның барлығын күн тойламасқа? Айтқандай, сен Астана дедің бе? Демек, ол да өз жөнімен кетеді де. Өз жөнімен емес, үкіметтің тапсыруымен бара жатқан жоқ па? Сөйтіп, бұл да кетеді. Оның астына барып келіп жүретін самолет береді дейсіз бе, әпкетай? Омар жалғыз сіздікі емес, әпке. Я, білем. Бәлкім, сен де кететін шығарсың. Сөйтіп, бәрін кеттіңдер жан-жаққа тарап. Мен қалайын жападан жалғыз? Құдай қаласа, Ақтау жақтағы немереңізге келіп тұрады ғой. Әкеліп тастамайды дейсіз бе? Омар да көпке ұзамас. Тентегім-ау. Ол үшін Омар үйлену керек емес пе? Кафедра меңгерушісі болғанда үйлену қиын деп едіңіз, әпке? Оған қоса, Омар Алматыдан Астанаға біреу болып емес, екеу болып бармақшы. Назира, сен студент емес, білдей бір мұғалім болдың ғой. Сөйлегенде абайлап сөйлемейсің бе? Абайлағанда да, абайламағанда да солай. Сен кім екенін білесің бе? Өзіңіз тауып көріңізші. Қайдан білейін? Қазір қыз көп. Шошаңдаған біреу болып шықпаса болар. Шошаңдаған емес, әдемі, ақылды. Оған қоса сізді өзінің туған әпкесін есе алайтын, және оған қоса мен сияқты ағылшын тілінен сабақ беретін қыз. Не дейсің? Бұларды жындырған шығар. Гаухар? Дәл таптыңыз. Бұл не болып кетті өзі? Бәрің шеттеріңнен залымсыңдар. Ол екеуі залым емес, залымына мен ғой. Екеуінің басын тұқайластырып қойдым ғой бірден. Ұят болды. Ұят болған түгі де жоқ. Керісінше олар маған алғыс айту керек. Бір-бірін жақсы білетін адам қосылу керек емес пе? Оған қоса жақында шақыру билет те дайын болады. Енді екеуі көзіме көрінер ме екен? Айтпақшы, әпке, Омар ұзаққа дейін айта алмай жүр. Бәріміз жиналған столда орнынан атып тұрып, мен сізбен үлгілі отбасы құруға дайынмын деді ғой бірден.
Енді сенің ғана кетуің қалды десеңші. Әпкетай, мен ешқайда да кетпеймін ғой. Тентегім ау. Сонда тұрмысқа да шықпаймын дейсің бе? Шықсам да, шықпасам да сізбен бірге боламын әпке. Ой, алтыным менің. Жүр кетік, жай қойма. Әпке, мен сізге мынаны айтпадым ба, айтпақшы.